Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте дәмді үй жағдайында табиғи жолмен осындай сырок дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен ыдысымызға сүзбемізді және қант ұнтағын, бөлме температурасындағы сары майды және ваниль немесе ванилинді салып, барлығын жақсылап езетін боламыз. Ешқандай түйіртпек қалмайтындай етіп езген дұрыс. Міне осындай консистенция болу керек, және осы дайын сүзбемізді кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Одан кейін бас жағын осылай қайшымен қиямыз. Тақтайымыздың үстін пищевой пленкамен орап жауып, дайын болған сүзбемізді осылай ағызамыз. Ең соңынан осылай қасықпен тегістеп шығуға болады. Одан соң мұздатқышқа 2-3 сағатқа қатқанға дейін салып аламыз. Қатуға 5-10 минут қалғанда осылай шоколадымызға сұйық майды құйып, толқынды пеште немесе буында ерітіп аламыз. Одан кейін осы сүзбемізге түс шұқығышты бұрап тұрып кигізіп, шоколадқа батырып аламыз. Сүзбеміз салқын болғандықтан шоколад бірден қатып қалады. Түсінікті болу үшін тағы да жақыннан бір көрсетейін. Осылай сүзбемізді алып, түс шұқығышты бұрап тұрып кигіземіз және оны шоколадқа батырып алып, кері орнына қоятын боламыз. Түс шұқығышты алғанда да бұрап тұрып аламыз. Мінекей сыроктарымыз дайын болды. Кескендегі ортасын көрсетейін сіздерге. Осындай теп-тегіс әрі дәмді болып шығады. Балаларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Дүкендегі сыроктардан 1000 есе артық. Видеоның соңына дейін қараған үшін рахмет. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.